Бұл түнде қала ерекше тыныштықта болатын. Көше шамдары әлсіз жарықтанды. Аспан қара бұлттармен қапталды. Жаңбырдың алғашқы тамшылары жерге түсіп, түнгі ауланы ерекше суық пен ылғалмен толтырды. Айналада ешкім жоқ сияқты. Тек бір үйдің терезесінен жарық көрінді. Бұл үйде жалғыз тұратын Динара болатын. Динара осы үйде біраз уақыттан бері жалғыз тұрып келеді. Бұрын бұл үйде оның ата-анасы да тұрған. Бірақ олар бірнеше жыл бұрын белгісіз жағдайларға байланысты жоғалып кеткен. Динара осы үйде өсіп, ата-анасының ізін іздеп, барлық құпияларды ашуға тырысты. Бұл түнде ол үйде қалуға мәжбүр болды. Себебі қатты жауған жаңбыр оның қаладан шығып кетуіне мүмкіндік бермеді. Сағат түн ортасына жақындап қалды. Жаңбыр терезені қатты соғып, үйдің ішінде біртүрлі дыбыстар естіліп жатты. Динара бөлмеде отырып, ескі кітаптарды қарап шықты. Бір кезде ол кітап сөресінен бір ескі күнделік тауып алды. Бұл күнделік оның анасына тиесілі болатын. Күнделіктің ішіндегі жазбаларды оқи бастады. Бір жазбада былай деп жазылған: жаңбырлы түнде бұл үйде бір нәрсе бар. Ол әрқашан бізді бақылап жүретін сияқты. Көзге көрінбейді, бірақ оның қатысуын сезінуге болады. Біз осы үйден көшіп кетуіміз керек, бірақ әлде бір күш бізді ұстап тұр. Динара бұл жазбаны оқығанда жүрегі дүрсілдеп кетті. Ол тез арада күнделікті жапты, бірақ бөлмеде біртүрлі суықтық сезінді. Бөлменің жарығы кенеттен өшіп қалды. Тек терезеден түсетін әлсіз жарық қана қалды. Сол сәтте терезенің сыртында бір көлеңке көрінді. Динара терезеге жақындап қарағанда көлеңкенің жоғалып кеткенін көрді. Динара жарықты қайта қосу үшін төменгі қабатқа түсті. Жарық қосқынша қолын созғанда үйдің ішінде біреудің жүргенін сезді. Оның қадамдарының дыбысы еденді соғып, жаңғырығы бүкіл үйді шаптырды. Динараның жүрегі дүрсілдеп, оның қорқынышы күшейе түсті. Кенеттен ас үйден бір заттың құлаған дыбысы шықты. Динара ас үйге кіргенде ескі ыдыстардың жерге шашылғанын көрді. Ол шамды жаққанда ас үйдің бұрышында бір көлеңке тұрды. Бұл көлеңке адамның бейнесіне ұқсайтын, бірақ анық көрінбейтін еді. Динараның денесі мұздай болып, ол кер шегінді. Динара не істерін білмей жоғары қабатқа қайта көтерілді. Ол өз бөлмесіне кіріп, есікті құлыптап, терезеден сыртқа қарады. Жаңбыр одан сайын күшейді. Бірақ ол терезенің сыртында тағы бір көлеңкені көрді. Бұл көлеңке терезеге жақындап, Динараның бөлмесіне қарады. Динараның жүрегі дүрсілдеп, ол терезені жауып, пердені тартып тастады. Бөлменің ішінде тұрған Динара сол көлеңкенің өзіне жақындап келе жатқанын сезді. Ол айналаға қарап, бөлмеден қашып шығу жолын іздеді. Бірақ бөлмеде ешқандай қашып шығуға мүмкіндік болмады. Ол өзінен өзі қорқып, қатты айқайлап жіберді. Сол кезде есіктің артынан біреудің дауысы естілді. Бұл дауыс таныс болатын. Ол анасының дауысы. Динара, біз сені тастамаймыз, қорықпа деген дыбыс естілді. Динара есікті ашқанда, бірақ ешкім болмады. Бірақ оның жүрегінде бір жылылық сезілді. Ол ата-анасының рухы оны қорғап жүргенін түсінді. Осы оқиғадан кейін Динара сол түннің құпиясын ешқашан ешкімге айтпады. Бірақ ол әр жаңбырлы түнде үйде жалғыз қалудан қорқатын болды. Жаңбырлы түннің қорқынышты оның есінде мәңгілікке сақталды.